Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқының қазақ ғұрыптарының бірі пидия туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп қолдай отырыңыздар, себебі әр қазағым білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Пидия ол діни рәсім. Қайтыс болған адамның өтей алмай кеткен борышы, бере алмай қалған қарызы, немесе кінәсі болса, оны өтеуге берілетін төлем ақыны пидия деп атайды. Ислам шариғаты бойынша ол жоқ-жітік, жетім-жесір, кемтар немесе мүсәпір адамдарға беріледі. Тағы да ислам дінінде бұйырылған белгілі бір құлшылықтың орнына төлем жасауды да пидия дейді. Алла тағала парыз ораза санаулы әрі белгілі күндерде ғана өтеледі. Араларыңнан әлдекім ауырып қалып немесе сапарда жүріп, ораза ұстамаса, қаза болған күндерін басқа уақытта ұстасын. Ораза ұстауға шамасы әзер жететіндер, яғни қарттар және созылмалы дертке шалдыққан науқастар қаза болған әр күнге пидия ретінде бір жартының, бір күндік 2 мезгіл тамағын немесе соның құнын ақшалай беруі керек деді Бақара сүресі 184 аят. Туберкулез, қатерлі ісік, қант диабеті, асқазан жарасы, тыныс және жүрек демікпесі секілді сауығуына күдер үзген ауруға шалдыққан науқастар және жасы үлкен егде адамдар ауыз бекітуге шамасы келмесе, ораза ұстамайды. Оның орнына пидия береді. Пидия садағасы ол бір адамның күнделікті таңғы және кешкі тойып ішетін асы. Оның ең аз мөлшері биыл 1700 теңге деп белгіленді. Өйткені барлық облыстардан алған мәліметтер бойынша бір адамның ең төменгі бір мезгіл тойып ішетін ас суының орташа құны шамамен 850 теңгеге тура келді.